Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай печенье дайындаймыз. Бұл печеньені ауызға салсаң еріп кетеді және құрамы өте оңай. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға ұнды салып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Мына жерде мен 150 грамм ұн салдым, бірақ бұл кішкене қолға жабысқаннан кейін мен тағы да ұн септім. Бастысы қамыр жұмсақ болу керек, қолға жабыспау керек. Примерно 160-170 грамм ұн қолданамыз. Енді осы жайып алған қамырымызды шетінен алып, видеодағыдай формаға келтіреміз, сөйтіп вилкамен басып, кесіп шығамыз. Барлығын осылай дайындап болғаннан кейін алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Түрі жұмыртқа болмағаннан кейін құрамында қызармайды, осындай ақшылдау болады. Енді осыны бір 15 минут, печкадан шыққаннан кейін 15 минут суытамыз, содан кейін барып осылай сахарный пудраға ұнатып аламыз. Егер бұл тәтті болып кетеді десеңіздер, онда просто ситамен қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Жасалуы өте оңай. Құрамы вообще любой үйден табылатын заттардан жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, осы видеоға лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар.